Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі тақырыбымыз білім туралы болмақ. Кез келген адам білімді болуды қалайды. Сондықтан да ең керемет өсиеттерінің бірін Абдулла ибн Мубарак өзінің білімді болу шартының 6 қағидатын негіздеп дәйектеп келтіреді. Оның бірінші қағидаты ниет. Адамда ниет болмайтын болса, әрекетте жасамайды. Не істемекші болсаңыз да адамда ниет болу керек екен. Екінші қағидаты білімді болу үшін ұстаздарыңыз айтып жатқан кезде оны жақсылап тыңдап, оны түсіну керек дейді. Адам тыңдап түсінбейтін болса, оған білім еш уақытта қонбайды екен. Сондықтан да үшінші қағидаты Абдулла ибн Мубарак кереметтей түсіндіріп өтеді. Оның үшінші қағидаты міндетті түрде түсініп тыңдағаннан кейін дәптерге жазып отырыңыздар дейді. Ғалымдар айтады, жазып отырған білім адамның жадында жақсы сақталады дейді. Құрметті достар, төртінші қағидатына келетін болса, ол жаттау. Яғни жаттау арқылы сіз кейбір мәліметтерді жаттамасаңыз есіңізде қалмайды. Сондықтан да төртінші қағидаты негізінде біз жаттап үйренуіміз керек екен. Сіз жаттап қайталап тұрмасаңыз есіңізде жақсы сақталмайды екен. Бесінші қағидаты өте керемет, ол амалда, тәжірибеде қолданып көру. Алған теорияда алған біліміңізді практика жүзінде ұштастыратын болсаңыз, сізден кереметтей білімді адам шығуы сөзсіз. Сондықтан да тәжірибеде алған білімдеріңізді қолданып көрулеріңізді ұсынамыз. Абдулла ибн Мубарактың ең соңғы қағидаты, алтыншы қағидаты, міндетті түрде оны қайталау керек дейді. Оны тарату керек дейді. Таратқанда ғана адамда білім қонады дейді. Біліп барлығын үйренгеннен кейін оны таратып жүретін болсаңыз, сізден кереметтей білімді, жадында сақталатын білімді жандардың шығуы сөзсіз. Егер де сіз барлығын біліп, оны таратып айтпайтын болсаңыз, ондай адам біздің жамағатқа, біздің қоғамға не керегі бар? Сондықтан да Абу Юсуф айтады, сен өзіңді білімге арнамайынша, білім сенің саған бір бөлігінде бермейді дейді. Сондықтан да білімді байқуатты болыңыздар. Сіздермен байланыста болған Алишер Сапарбекұлы, сау саламатта болыңыздар.